ең бірінші сіздің ішкі установкаңызде нені қаладыңыз, нені қалғаны мындай нәрсе бар. Мысалға бақытты, бай, қуатты болудың, сондай отбасы болудың алгоритмі жоқ негізінде. Полный отбасы сондай болады деген жоқ. Сондықтан дұға тілеген кезде, бақытты отбасы болайықшы, барлығымыз бірдей манағыдай бақытты болайықшы, бай болайықшы деп тілеу қате. Неге? Потому что кейбір адамдар ойлайсың ғой, мен тілесем болды, бәрі солай тілеп отқан бар деп ойлайсың ғой. Сенің отбасыңда адамдардың барлығы бақытты болғысы келіп тұр, бәрі бай болғысы келіп ойлайсың ғой. Жоқ. Кейбір адам бай болғысы келмейді. Гарантия етемін, ол гарантия. Бай болғысы келмейді. Бүйтіп айтады кейбір адамдар даже. Ой, жоқ, денсаулық болса болды, байлық керек емес дейді. Естідіңіз ба? Амандық болса болды, басқа ештеңе керек емес дейді. Естідіңіз ба? Значит, ол байлық тілеп тұрған жоқ. Ол бақыт тілеп тұрған жоқ, аман болсам болды деп көрдіңіз ба? Сондықтан да бүкіл неге